Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін қазақ халқының ұлттық тағамы бауырсақ рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызға ашытқы, тұз, сұйық май, су құйып қамырымызды илей бастаймыз. Бізде осындай қамыр жуу керек. Қамырымызды 1-2 сағат жылы жерде ұстаймыз. Көтерілген қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың бір бөлігін алып, орташа қалыңдықты оқтаумен жаямыз. Жайылған қамырымызды видеода көрсетілгенде 4 бөліктерге бөлеміз. Біздің қамырымыздың қалыңдығы осындай болуы қажет. Табада ысытылған майға бауырсақтарымызды молынан саламыз көбірек және екі жағынан алтындау түске дейін қуыратын боламыз. Бүкіл бауырсақтарымызды осылай қуырып шығамыз. Мінекей достар, біздің бауырсақтарымыз дайын, олар ішінде осылай болып піседі. Бауырсақтарды сіздерге 100% дайындауға кеңес беремін. Қонақтарға да өздеріңізге шайға да дайындасаңыздар болады. Ал егер видеоны лайк қойып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум.